Ассалаумағалейкум баршаңызға. Бұл менде бұл рубрикасы және оның жүргізушісі Алмас Мұқажанов. Бүгін бізде қонақта боча спорт түрінен тренер, тәжірибелі тренер Даниэль Болатұлы. Ассалаумағалейкум. Отсаңыз болады. Жүр кетпес бұрын ережелерімен таныстыра кетейік. Қандай қиындықпен кездеспесеңіз де карасына түспеуге тырысасыз ғой. Және егер бір жерден шыға алмай болмаса кіре алмай жатсаңыз, өтіп бара жатқан адамдардан көмек сұрағыңызға болады. Кетті. Өзіңіз жайлы барлық қонақтардан сұраймыз, енді өзіңіз жайлы таныстырып өтсеңіз. Мен Уалбай Даниэль Болатұлы. Бочадан Жетісу облысының аға жаттықтырушысы болым. Боча спорты енді көбісі біле-білмейді. Бізде паралимпиадалық спорт түрі негізінде 1989 жылдары 84 2009-да шатаспасам Ресейде 1984 жылы паралимпиадалық спорт түріне енгізілді. Италияда ойлап табылды, Рим қаласында. Бұл спорт біздің Қазақстанда уже бір 5 жыл шамасында бері келатыр. 5 жыл шамасынан бері. Қорқынышты болған, қорқынышты. Өзіңіз осы жақтың тумасысыз ба негізі? Өзім Көксу ауданы Жетжал деген ауылда туған. Бірақ осы Талоранда өстік. Алғабас деген ауылда оқыдым. Бастауыш сынып дейді, сол кездерде оқып. Одан кейін осы жақта Талоран қаласында. Спорт саласын бітірдіңіз ба? Спорт саласын бітірдім, иә. Қай? Менікі негізі видім айналысқан вид спорттан таеквондо, жеңіл атлетика, оққан спецификам жеңіл атлетика. Бочаны қалай үйреніп және осы? Бочада мен басында қазір мүмкіндігі шектеулі тұлғаларға арналған спорттық даярлау орталығы дейді ғой. Сол жерде жұмыс атқарып келем. Бірақ басында біз мүмкіндігі шектеулі арналған клуб қана болғанбыз басында. Сол кезде жаңағы отырып ойнау волейбол дейді ғой. Солармен сол жігіттермен балаларды дайындап, сол жерде жаттықтырушы болып ең басында кірдім. Ерлан Шәкіртұлы біздің қазір ЦСП-ның директоры, сол кісі қабылдап өзі. Содан бері 2015-тен бастап жұмыс істедім. Айып етпесеңіз мұнда кіріп көресіз ба? Кіріп. Болмай жатса, ары қарата жүре беретіндей. Бір жағынан эксперимент дейсіз ғой. Тексертіп, агрессивті түрде емес, жай ғана өзіміз көріп қайтан. Ары қарата көрмек қанзаға. Қиындау екен негізі. Мен өзім күшім болып тұрғаның өзінде көтерілу. Қатты жүретін болсаңыз аударылып кетіңіз. Иә, невозможно. Арзан дәріхана. Ойластырылмаған екен. Негізі мына жерде ұстайтын күш болу керек деп ойлаймын. Көмек. Жалғыз адам кіре алмайды ол. Жалғыз адам кіре алмайды. Поручен болу керек, снег қоса емес. Сол 2021 жылы жаңағы отыр волейбол бізде жабылды. Өйткені спортшылар жоқ болды. Бізде көп айналысқан спортшылар, ардагерлер спортшылар болды да. Ол кісілердің бәрі пенсияға кетті. Денсаулық жағдайына байланысты қатыса алмады. Сонымен отыр волейбол секциясы жабылды да. Мен жаңағы синдром Дауна, аутизммен ауыратын балалар, содан кейін ДЦП болған жоқ ол кезде. Синдром Дауна, жаңа аутизм, ЗПР дейді ғой. Сол балалармен бізде не дейді ғой? АФК дейді ғой, адаптивная физическая культура. Сонымен айналыстық. Сондай бір бізде не болды? Тоже секциямыз. Сонымен балалармен айналып жүрген кезде 2021 жылы жаңа біздің директорымыз Ерлан Шәкіртұлы шақыртып алды кабинетіне. Соны айтты, осындай Астанадан
тең мүмкіндіктер әлемі деген қоры бар. Жаңағы самұрық қазына демеушілік жасайды. Сол тең мүмкіндіктер әлемінің жетекшісі Нұргүл Төленова деген кісі кеп, осындай бір паралимпиадалық спорт түрі боча деген спорт түрін біздің Талдықорғаннан ашайын деп жатыр деді. Соған сен көрсең, мүмкін ұнап, балалар жаттықтырсаң, жаттықтырушы керек деді. Содан мен көрейік дедім, көрейік. Неге көрмеске? Сонда бұл Астанадан шықты ғой, Иә, Астанадан кеп, жаңағы тең мүмкіндіктер әлемі қоры кеп бізден ашады. Меморандум жасап, жаңағы біздің немен ЦСП-мен содан кейін ол кезде Аманат партиясының жетекшісі Гүлнар Қожағұлқызы болған ол кезде. Қазір сол Гүлнар Қожағұлқызы қазір мәслихаттың төрағасы ол біздің Жетісу облысында. Біздің боча федерациясының президенті болып тағайындалды осы жылы. Қарап тұрсаң бекер емес екен де. Сол сөйтіп жаңағы Гүлнар Қожағұлқызымен бірге жұмыс жасап келатырмыз. Қазір бочада балалар Бочада қатысып жүрген балалар көп, 20-дан асып кетті, почти 30-ға таяу қатысады балалар. Жаңағы оның ішінен тек қана ДЦП емес, жаңағы өзім айтқандай ЗПР, аутизм, синдром Дауна деген диагноздармен де балалар ойнайды. Енді бұл спорт біздің Қазақстанда жаңағы шектеу жоқ та, қатысқысы келген кез келген адам қатыса береді. Шет мемлекеттерде сау адамдарды ойнай береді екен. Өтіп кетсеңіз қызыққаншы. Сау адам ойнай береді дедіңіз ғой, сол. Википедиядан оқымда олар. Жаңағы боча жалғыз мынандай спорт түрі емес, ол еще реабилитационный әсері бар деп ше? Физикалық реабилитация. Өткен енді ойлағам ғой, мүмкіншілігі шектеулі жандардың қандай физикалық мүшелеріне болмаса қай жақтарына жақсы көмектеседі деп ше? Енді былай ғой, мен өзім байқағаным, өзімнің практикамда, балалар келеді, ДЦП-мен келді, маған бір жігіт. Ол келді де, басында жаңағы допты ұстағанның өзінде дұрыс ұстай алмайтын. Лақтырған кезде вообще бізде бір өзінің бір траекториясы бар ғой, определенный жаңағы птичка дейді, сызық. Содан асыру керек те допты. А ол асырамайды соған. Сонымен бір ай келді, 2 ай келді, сөйтіп жүріп. Каждый өзінің тренировка сайын, лақтырған сайын жаңағы бросоктары жақсара бастады. Асыра бастады, дәлдіктері уже бола бастады. Бұрын дәлдік нелер аса келмейтін дәлдіктер. Өтер. Қазір уже кәдімгідей қызығып, ойнап, боча деп жаңағы мамасы мен әкесінің есін шығарады екен үйде, қашан тренировка апарасыңдар мені деп. Каникул кезінде, қазір каникул болды ғой бізде, балаларға бір ай демалыс болды, отпуск болды. Сол кезде балалар қайта звондайды, жазады. Ағай, қашан тренировка бастаймыз, қашан етеміз деп. Барсақ боламыз. Каникул ғой, қыдырып алыңдар, демалып күш жинап алыңдар деп. Бастаймыз, Алла бұйырса, августте деп. Сонымен августте бастадық тренировкамызды қазір. Боча және боче деген бар екен, солардың айырмашылығы неде? Боча деген, енді біздікі боча, ережесі 6 қызыл, 6 көк топтан тұратын былғары доптар, және ақ топ джек деп аталады. Сол джек бізде главный болып саналады ғой, жаңағы джекті лақтырасың, одан жаңағы сен, например, қызыл болсаңыз, мен көк болсам, қызыл лақтырды, и артынан кейін өзіңіз доңыз жаңағы джекке, ақ топқа небәрі жақын қойыңыз керексіз. Одан мен уже келесі бросокта мен өзім добымды жақынырақ қойым керекпін. Кімнің добы жақынырақ, сол ұтады ғой, ұпай жинайды.
Бұл тактика ғой, например, сіз ақ допқа лақтырып, көк доптың, қызыл доптың алдына бүйтіп қойып тастадыңыз ғой. Блок дейді. Мен ананы сбивать етуім керек, ол уже маған қиындау болады да. Енді бильярд, сондай боулинг деген сияқтыларға тоже келеді де. А питанг деген ол, питанг деп қой, бочче деген, ол жерде доптары металлический болады. Металлический. Примерно оның да кішкене несі келеді. Ойын үлгісі келеді, иә. Ұқсас. Бірақ кішкене басқаша. Мен енді толық несін ережесін білмеймін оның. Бірақ примерно білімді басқаша екенміз. Бізде Қазақстанның құрамасы бар ма? Қазір қалды ма сондай? Бочадан ба? Иә, Қазақстан құрамасы бар. Шет мемлекеттерге шығып жүр, иә, біздің балалар. Бізден енді Жетісу облысынан бізде Асқарбек Қуаныш деген спортшымыз бар, енді естулеріңіз бар шығар. Жаңағы интернеттен, неде, не етіп жатыр ғой? Маған шылуым болатын сияқты. Тоже. Жаңағындай, бірақ қор үшін жоқ дейсіз ба? Мынау круче екен, подъем. Круче екен. Мынау круче, еще қор үшін жоқ. Иә. Жан-жағында ешқандай не жоқ. Асқарбек Қуаныш. Мен түсінгенім сонда боча деген ойын командный болып бөлінеді, және жекелей, иә? Командный болып бөлінеді бір. Одан кейін жұптық деген бір. Сол. 2 адам ойнайды, жұптық. Командныйда 3 адам ойнайды. Ал жекелейді жалғыз өзі ойнайды ғой. Сонда 3 неден. Бірақ жұптықта диагноз бізде жаңағы спинной травма алғандар или рожденный СМА деген аурулармен неткен адамдар, олардікі BC4 деп бөлінеді бізде. Класспен бөлінеді ғой. Жаңағы ДЦП-ның өзі бізде BC1 деп бөлінеді, BC2 деп бөлінеді. BC1 деген ауыр, BC2 деген жаңағы кішкене өзі коляскасын өзі управлять ете алатын спортшы. Ал BC3 деген бар, ол мүлдем жаңағы қолы аяғы да істемейді. Жаңағы қиын вообще лақтырамайтындар. Бастарына каск киіп алады да, басынан андай не шығып тұрады, таяқша. Сонымен допты итереді. Андай рампа болады. О рампаны рампа оператор спортшыға ғана қарап отырады да, өзінің спортшысына. Спортшы не айтады? Соның действия, жұмыстарын ғана жасап береді. Өйткені ол қолымен ештеңе істей алмайды ғой. Соның жұмысын ғана атқарып береді. Ол ажағынан подсказка, ондай айтым, даже ол спортшы поляны көріп отырады, рампа операторы көрмейді поляны, оған рұқсат етілмеген. Егер ол артына қарап қойса, ол кәдімгідей желтый карточка алады. Екінші рет қарап қойса, красный карточка алады, дисквалификация жасайды, ойыннан шығарып жібереді. Бочаны сонда қолы істемейтін адамдар да ойнай бере алады ғой? Иә, қолы істемейтін де адамдар. Қол істемесе, аяқ істесе, аяқпен де ойнауға болады. Аяқпен де ойнайтындар бар. Бізде Павлодар облысында бір спортшымыз бар, аяқпен ойнайды. Енді былай телевизордан көретінбіз, Португалияның ойыншысы аяқпен ойнайды да, енді телевизордан көрген басқа, өмірде көрсең вообще енді мүлдем басқа. Иә, мүлдем басқа, былай қарасаң енді миға сыймайтын нәрсе сияқты, аяқпен қалай доп қысып алып лақтыру дегенші. Қазір бочаға сол жаңағы Қуаныш, Асқарбек Қуаныш ересектер арасында сол ғана бізде неге кіріп тұр, ұлттық құрамада. Және тарихта осы бочада ол бізде ең бірінші спорт шеберін алды. Осы Қазақстан бойынша ең бірінші спорт шеберін алған. Одан кейін тарихта былай өтеміз бе? Өтпей қойымыз бе? Өтпей қой? Иә. Былай қараймын. Спорт шеберін алған. Одан кейін жаңа халықаралық жарыстарда ең бірінші тұңғыш призер қола медаль алды. Финляндия мемлекетінде Лахти қаласында өткен челленджда ол осы биыл шатаспасам январь айында 3-ші орын алды. Және де жаңа ұлттық құрамамен командныйсында тоже 3-ші орын алды. Ол жерде жаңа
Шыңғысханова Итияна Астана қаласынан, және Құрмантаев Александр деген Павлодардан, және біздің Жетісу облысы Қуаныш үшеу ойнады. Бақ сынап. 3-ші орын алып, қола медальмен тарихта ең тұңғыш бірінші медаль алып келді ғой. Былай айтқанда Қазақстанға. Енді Қуаныш Пара-Азия ойындарына да бірінші рет қатысып, Пара-Азия ойындар Ханчжоуда болды, Қытай мемлекетінде. Сол кезде подиумдарда базар жоқ. Күш керек екен. Сол кезде командныйда 32 мемлекет ішінен 8-ші орын алдық қой. Ол да енді бірінші рет қатысып жақсы нәтиже деп ойлаймын өзім. 5 жыл демей қойдым бірақ. 5 жыл емес, біздің Талдықорғанда. Талдықорғанда келгеннің өзі бір 2021-де бізде ашылды. Күзде. Одан кейін Қуаныштың өзінің қатысып келгеніне ол маған 2022-нің аяғында келді. Бір жылдан енді ғана асты ғой. Айналысып жүргенде. Менің ойымша әлі бір 5 жыл жақсы спортсмендер шығаруға болады. Бізде айта кетуге болады. Жасөспірімдер арасында Мұратхан Мадияр бар. DC4-те чемпион Қазақстана жасөспірімдер арасында. Омарбаева Дельфируза DC2. Біздің командада. Оғыз призер Қазақстана, чемпион кубоктың чемпионкасы болды. Қазақстана тоже. Дельфируза біздің де-факто FM-нің ұжымында жұмыс жасайды? Журналистская. Оғыз 8 қырлы бір сырлы деймі? Дәл сондай ғой. Әнде айтады, жаңағы суретте салады. Журналистикасына да барады, бочаға да үлгереді, бәріне үлгереді ғой. Молодец. Соған деген Қазақстанның қай мемлекеттер ең мықты бочадан? Біз Таиланд мемлекетіне оқу жаттығу жиынына барғанбыз. Былтыр. Соған сұрайын деген бе? Олар бірінші орында рейтингті. Таиланд бірінші орында. Азия мемлекеттерінен ғой негізі. Бірақ шыққан тегі ол Италия. Көбінесе сол не ғой? Азия мемлекеті мықты болып тұр, Қытай. Таиланд көш бастап тұр. Одан Қытай бар, Малайзия бар, Сингапур бар. Таиландта өткен оқу-жаттығулар қалай өтті деген? Таиланд енді керемет, олардың өздерінің боча центрлары бар. Үлкен 3 этажды здание. Жеке. Өздері сол ұлттық құрама тағайындалады. Бәрі сол жерге откомандировать етіледі. Сол жерде тұрады, тұрып жұмыс сияқты ғой. Стипендиялар төленеді. Ақшасын алып отырады. Жаңағы ұлттық құрамада болғаннан кейін бізде Қуаныш Асқарбеков Қуаныш алып отыр ғой, стипендия мемлекет тарапынан алады. Одан кейін тура бізде спорт школа секілді ғой сонда, Сол жерде тұрады, тамақтарын ішеді, жаттығады. Бізде сол жатып тұру ғана жоқ болып тұр ғой, бізде қалған жағы бар, Біздің өкіметте жақсы қарап жатыр қазір, спортсмендерге өте жақсы жағдай жасап жатыр. Былай айтқанда, бұрын ондай жағдай болған жоқ қой. Біздің кезімізде. Өзімде енді спортпен айналыстым. Бала кезде профессионально айналысқан кездер болды, бірақ ондай мүмкіндік болмады бізде өкіметтен. Таиландтағы өздеріңізге түйіп алған не бар? Көп нәрсе үйрендік біз. Былай айтқанда, бұрын мен енді бұл спортты білмегендіктен интернеттен қарап, өз бетімше қарайып, содан көріп, үйретіп жүретін ғой енді балаларды. Өзім білгенімді. Таиландқа бар, уже практика өткен сияқты болдым ғой мен. Жаңағы Таиландтың тренері мистер Джем дейді. Сол кісі қандай ғой? Өте қарапайым.
ешқандай бір не жоқ, секрет деген бар ғой, андай болады ғой бір. Мына жақтан қарапайым ашық. Иә, ашық бәрін айтып беріп, түсіндіріп, көрсетіп, тура беріп недеткенде. Сол жағынан біз риза болдық. Көп нәрсе үйреніп, сол үйренген тәжірибемізді кеп қазіргі балаларға үйретіп отырмыз. Ал біздің Қазақстанда ең мықты облыс. Негізі қанша облыс қатысады? Негізі барлық облыс емес қой. Барлық облыс қатыспайды, иә. Әлі де енді қосылып жатыр. Мына жақында Түркістан қосылды, Қостанай қосылды, Ақтөбе қосылды. Былай айтсам, негізі барлық облыс уже кірді. Биыл кірді. Қала жан-жақтағы даже Жаңаөзен, кішігірім қалалар болады ғой, Арал деген қалалар, олардың өздері де бізге қосылып жатыр. Ұржар. Негізі Ақтау, Семей облысы бөлек келеді. Ұржар бөлек командамен келеді. Екі бөлек. Қай облыс мықты? Біздің облыс мықты, Жетісу облысы. Өйткені бізде қуаныш бар бастап тұр, көш бастап тұр. Өйткені өзінің несінде чемпион. BC1 ғой ода. BC1-де ол чемпион болып тұр. Мадияр BC4-де чемпион болып тұр. Одан кейін жақында мына Үштөбе қаласы бар ғой біздің. Сол жақтан да биыл бірінші рет Аманай деген бала қатысып 14 жаста тоже чемпион болды, чемпион Қазақстана. Қазір бізге кеп, олар кеп қатынап бізге жастарда жаттығу жасап жүр. Сол баладан да үміт көріп тұрмын мен көзінде от жанып тұр. Өзінің несі бар. Негізі тренерлар сондай бір сканерлар бар ғой, көресіз. Адамды көреді сразу біледі ғой. Иә. Қалай жүріп. Сол баладан үміт күтеміз енді. Қазір бала олар енді 14 жас, 15, 16-тан ары қарай уже ұлттық құрамаға ересектер арасында уже қатысуға болады ғой жарысқа. Өзім ойлаймын, 1-2 жылда осы балалардан да қуаныштың артынан өсіп жатқан балаларда жақсы нәтиже көрсетіп, әлемдік деңгейге шығып, біздің Қазақстанның атын шығарады деген ойдамын. Біздік енді тренерлар сол ғой, шәкірттің әлемдік деңгейде шығып, жеңіске жетіп, олимпиадаға қатысып, жүлделі болып жатса, сол уже сен еңбегің еш кеткен жоқ деп ойлайсың да. Өзіңде қуанасың. Өмірім зая кеткен жоқ ау деп. Мен дұрыс үйреткен екем ғой депші, дұрыс көрсеткен екем ғой. Алды көтеріліп кетпесін ау байлаңыз. Алды көтерілмеу үшін кішкене аяққа нагрузка беріп отырмын. Негізі қиындау болады екен. Келгеніңізге негізі көп рахмет аға. Көбісі келсе бермейді. Келіскеніңізге рахмет. Сіздерге де көп рахмет. Ескеріп, елеп, шақырып бізді. Осындай. Енді осы бағдарламаны көріп, бізде өзіміздің Талдықорған қаласында, Жетісу облысында үйде отырып көріп отқан спортсмендеріміз болса, жаңа ДЦП диагнозымен балалар, ағалар болсын, үлкен кісілер болсын, бұл спортты бір жақсысы, жас шектеу жоқ та, жасқаш. Пенсионер болсаң да ойнай бересің ғой, егер. Денсаулық шектеуі де жоқ сияқты ғой. Иә, денсаулық шектеуі де жоқ. Сондықтан енді паралимпиадалық спорт түрі болғаннан кейін именно бұл ДЦП диагнозымен негізі арналған ғой бұл спортшы. Әлемдік деңгейге шығу үшін, олимпиадаға қатысу үшін ДЦП диагноз болу керек. Сол үшін енді көріп отқан жандар болса шақырамыз. Осы боча спортына, жастар спорт сарайына келіп, 102-ші кабинетке кіріп жазылса болады. Болмаса осының астына Instagram аккаунт соның барлығын қалдырып кетеміз. Иә. Сол жерге тіркеліп, болмаса кіріп, көріп, информация алуларыңызға болады. Жетісу боча федерациясының өзіміздің инстаграмымыз бар. Соған тіркеліңіздер, көріңіздер. Спортпен айналысып, спорт денсаулық кепілі дейді ғой. Ары қарай өздеріңіз көрсетіп, шетелге шығу мүмкіндік бар. Ел көріп, жер көріп,
және өзіңді танытатын мүмкіндік бар ғой былай айтқанда. Басқа да өмірде. Иә. Диагноз шектеу емес. Не? Өзіңіздің пікіріңіз қалай жүріп келдіңіз, қалай тұрдыңыз деген естісіз. Енді бірінші рет жүріп отырмыз ғой. Иә. Әсеріңіз былай айтқанда қол кәдімгідей қолын күш келеді деген нагрузка. Уже алақан ақырындап ауыра бастады. Былай айтқанда. Жол енді біздің Қазақстан жолына енді қалай айтсам болады. Жамандайын десең өз елің, өз жерің, туған жерің, өзің басып жүрген жерің болғандықтан енді жамандай алмайсың, бірақ қалай айтсам болады, көңілім толмай тұр. Жол мәселесінен гөрі бізде көбінесе пандустардың мәселесі қиын. Пандус мәселесі қиын. Şimdi міне тротуарларда кішкене болады, қолдан келеді ғой, түзу болып жасауға болады. Басқа мемлекетке Қытай неге шығып жүрміз ғой, көрдік. Жолдар, действительно жол, оларды кіші качество деген енді керемет. Бізде сол жағынан кішкене ақсаңқырап тұр. Бірақ енді болашақты ойлаймын, соған қарап, жақсартып. Енді оның бәрі өзіңіз, өздеріңіз сияқты кісілер, блогерлардың арқасында мүмкін жоғарыдағы кісілер көрмейді де оны, көрдің бе? Олар ойлайды, жақсы жасап жатыр деп, на самом деле. Осындай болып жатқан көрмейді де, соны жеткізіп, көрсетіп, сонымен жақсарады деп ойлаймын енді. Болашақта жаңа Қазақстан енді действительно жаңа Қазақстан болса деп ойлаймыз, өзгеріп, жақсы жағынан. Рахмет аға. Жақсы, көп рахмет. Сізге рахмет. De facto FM. Бізді таңдағандарыңызға рахмет.